Адамның ұшуы неге қиын? Торғын Жолдасбекқызының әңгімелері. Кеш енді қарауытып келе жатқан кез болатын. Өзім тұратын үйдің ауласындамын. Жасым 10-12 шамасында сияқты өзіме. Істейтін іс таппай, зеріккен соң дарбазадан сыртқа шықтым. Аспан қоюланып, салқын самал еседі. Соның ырғағына түсіп, көше бойын жағалай өскен қалың тоғай әлсінбей билейді. Айналама барлап мұқият қарап алдым. Жақын маңда өзге ешкім көрінбеген соң, жанарымды көкке көтеріп, құшағымды кең жаздым. Сол кішкене құшағыма күллі әлем сыйып кететін тәрізді. Осы сезіммен кеудемді толтыра кең тыныстап алдымда, тұла бойым жеп-жеңіл күйге бөленіп, жерден жаймен ажырай бастадым. Жоғары көтерілген сайын ауа кеңей түсіп, тынысым да ашыла берді. Жүрегіме тыныштық ұялап, еркіндіктің құшағына ене бердім. Сондай бақытты ем. Десе де адасып қалған келмеген соң, аса ұзамай ауылдың үстімен ғана құлаштап ұшып, өз үйімді көзден таса жібермеймін. Қараңғы қоюлана түскен шақ. Кенет тоғайлар арасынан әлбіреулердің «Анаған қараңдар, аспанда құбыжық ұшып жүр» деп шошынған үнін естідім. Сол-ақ еді, жан-жақтан жүгіріп жеткен жандар қаптап кетті. Ұсталып қалдым. Зәрем қашып, бір сәтке есеңгіреп, сол тұрған жерімде қалықтаған қалпы тұра бердім. Осы кезде олар жақындай келіп, қараңғы болса да менің құбыжық еместігімді анық көрді. «Адам екен, адам, ұстаңдар, ұшып кетпесін», деді енді бірі. Өз қатемді сол сәтте ұқтым. Бірден ойымды жинақтап, тасалануды жөн көрдім. Жоғарылай бердім, жоғарылай. Барынша биіктеу тоғайлардың бойымен ұшуға тырыстым. Олар да беріспеді. Соңымнан бір елі қалмай, көше бойымен қуып келеді. Қорыққан сайын жүрегім тарсылдап, ұшуым қиындауға айналды. Бір кезде төменнен тас қарша борады. Кешегі өзім көріп өскен жұрт мені бүгін жерге қағып түсірмек болды. Не себепті олай істейтіндерін өздері де анық білмейтін тәрізді. Не үшін қашатынымды мен де соңына дейін ұқпаймын, бірақ қашамын. Біраз уақыт арпалыстан кейін ақыры құтылдым. Соңыма түскен жанның жоғын байқап, асығыс жерге түстім. Жүрегім әлі аласұрып, аяқтарым да дір-дір етеді. Бірден үйге қарай жүгірдім. Ойлағанымдай-ақ болған жайттан құлақтар болып үлгерген анам мені аулада тосып тұр екен. Келгенімді көрген бойда айналасына алақ-жұлақ қарап, «Ақымағым-ау, неге өйттің? Менің айтқан сөздерімді қалай ғана ұмыттың? Енді қайттік», деп дауысын барынша бәсең шығарып тұншығып жылады. Осыншалық үрейленуінің себебін ұқпағанмен, «Анашым, қойшы, жыламашы. Еш жамандық болған жоқ. Бұлай таусылатындай дәнеңе жоқ. Солай емес пе? Менің жай ғана ұшқым келеді», деймін жалынышты үнмен. Анам мені бірақ тыңдап жатпады. Білегімнен мықтап ұстады да сүйрей үйге кіргізді. Соңымыздан есікті тас жауып, ілгекті де ілді. Сөйтті де бірден «Жинал, ең қажеттіні ғана ал. Біз енді бұл жерде қала алмаймыз, тез арада кетуіміз керек», деді сенімді. «Анашым, өйтпеші, жалынайын, тек олай демеші. Ендігі жолы бұлай етпеймін, барынша абай боламын. Көзге түспеуге тырысамын. Жарықта мүлдем ұшпаймын, ант етейін», деп барымды салып менде көндіруге көштім. «Жоқ, енді тым кеш. Олар сені қолға түсірмей тоқтамайды. Саған ұшуды мүлдем ұмыт деген болатынмын.
ел ішінде өмір сүремін десең, осы қарғыс болып жабысқан қасиетіңді қиюың керек еді, деді бұған анам енді өзіме кінә артып. Неге? Айтшы, неге өйтуім керек? Менің өзгешелігімнің несі жаман? Өзгеге пайдасы болмаса, не зияны бар? Туған жерімнен неге бас тартуым керек? Менің кеткім келмейді. Мен оларға бәрін түсіндіремін. Тек маған уақыт берші, сөзіме сенші деп көнгім келмей, соңғы сөздерімді бөлме ішінде киім-кешегін жинастырып жүрген анамның соңынан бір елі қалмай жүгіріп жүріп айттым. Кенет кілт тоқтап, маған жалт бұрылған анам: олар мұны еш уақытта қабылдай алмайды. Кешіреде қысқарт, деді бұйырғандай. Осы сәтте ауыл ішін әлде бір гуіл шарлады. Адамнан да, еттен де маза кетті. Мұны естіп, иығымнан тас қып қысқан анам: аз қалды, әнемне дегенше кеп қалады, деді зәресі қалмай. Сөзінің рас екен ұқтым. Амалсыз жинала бастадым. Бөлмеме қараймын. Бәрі қажет, бәрі қымбат. Бір шытты жазып, ішіне қолыма іліккен қымбат заттарымды сала бастадым. Көйлек, кітап, тағы басқа. Бәрін жиып болған соң, ішке жүгіріп кірген анам арқама байлаған түйіншігімді көріп: өмірлік құндылық көп. Мұна жиған бағалы дүниең өзіңе жүк болады. Көтере алмайсың. Әкете де, таста. Ең қажеттіні ғана ал. Үстіңе бір киер киім алсаң жетіп жатар, деді арқамдағы түйіншекті шешіп жатып. Жиналып болған соң есікке қарай беттедік. Бірақ есікті ашып үлгермедік. Үйдің алды беймаза күйде еді. Бірден кері шегінген анам: кеп қалды, деді бәсең үнмен, аузын басып. Сәл кідірістен кейін айналасына алақ-жұлақ қарап алды да, қолымнан тас қып ұстап, түпкір бөлмедегі терезеге қарай жүгірді. Үй артындағы бақ ішіне сол терезе арқылы шықтық. Сөйттік те қол ұстасқан қалпы жерден көтеріліп, құлаштай ұштық. Өз жұртым бізді біраз жерге дейін тас атып шығарып салды. Міне, сол күннен бері анам екеуміз жан баспас тауда өмір сүріп келеміз. Еркінбіз. Болмысымызды өзгеден еш жасырмаймыз. Қалаған кезімізде ұшамыз, бақыттымыз. Бірақ неге екені бақытым бүтін емес. Көңілім жиі құлазиды. Шың басына шығып, сонау алысқа жиі көз тігемін. Туып өскен жерді де, өзімді де сыйдырмағандарды да ұмыта алар емеспін. Қияда. Бүгін де сөйтіп шың басында біраз тұған соң, асығыс анама келдім. Анам әдеттегідей ошақ басында отыр екен. Соңғы кездері менің іштей арпалыста жүргенімді сезіп жүрсе де: кеп қалдың ба? Отыр, асыңды іш, деді түк білмегенсіп. Алайда бұл жолы менің олай еткім келмеген соң, кері қайтқым келеді, дедім бірден ашығын айтып. Жүзіме біраз сынай қараған анам: сенімдімісің? деді жай ғана. Сенімдімін, деп растадым мен еш ойланбастан. Соңына дейін ұғамысың? Неден бас тартуың керек екен түсінемсің? Көне аламсың? Қиямсың? Иә, шешім осы болды. Қайта мықтап қол ұстасқан екеуміз таудан жаяу жүре түстік. Бұл шешіміме өкінбесіме сенгім келеді.